Құрметті оқырман, менің каналыма қош келдіңіз. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Мектеп бітірген соң маған оқуға бара ғой деген жан болмады. Бірақ мен қалайда осы үйден құтылғым келіп, Алматы қаласына кеттім. Қолымда құжаттарымнан басқа, бірнеше көйлектен басқа ештеңе жоқ. Мектепті жақсы оқымасам да, көзіме бірнеше су оқу орындарының біріне құжат тапсыра салдым. Бағыма қарай техникумға оқуға түсіп кеттім. Сол жылы өзімнің туған ата-анам да Алматыға көшіп келіпті. Арасында жай туыс ретінде оларға барып тұрам. Анам енді ғана асты үстіме түсетін болды. Мен ештеңе білмейтіндей үндемей қайтам. Мұнда оқып жүргенде бір жас оқытушымыз маған арасында әзілдеп сөйлеп, кейде тоқтап қалып, қалымды сұрайтын. Оған мен мән бере қоймағам. Бір күні әлгі оқытушым мені киноға шақырды. Оқытушы ретінде оны сыйлап бір рет барайын, сосын бармаспын деп ойға келістім. Киноға бардық. Кинодан шығып жаяу келе жатқанымызда алдымызда оның таныстары кездесе кетті. Жүріңдер апарып салайық деп. Ағайым ол да жарайды деп келісе кетті. Келе жатырмыз. Қаланың шетіне жақындағанда мен ағайыма біз қайда барамыз дей бастадым. Ағай біздігіне деп жайбарақат отыр. Осылай көп уақыт өтпестен қаланың шет жағындағы бір үйдің алдына кеп тоқтадық. Ағай мені ертіп машинадан түстік. Үйге жақындай бергенде үй ішінен бірнеше әйел шығып келіп бізге қарай жүгіргенде ішім бір нәрсені сезгендей болды. Мені жетектеп күйі үйге кіргізіп, үй ішіндегілер менің басыма орамал салып үлгерді. Менің бойым кіші болса да қарулы қыз едім. Орамалды лақтырып, маңдайыма ешкімді жолатпауға тырыстым. Көз жасы аузымнан шыққан жатқан сөздер біраз уақыт өтті. Бір кезде ағайым келді. Мені жатақханаға апар, соттатам, құртам деп бар білгенімді айтып жатырмын. Ал ағайым болса, ешқайда бармайсың. Бір нәрсе дейтін болсаң, өзіңді оқудан шығартып жіберем. Ал қазір тыныш қалсаң, оқуыңның қалған бөлігін реттеп, дипломыңды үйге әкеліп беремін. Тек осында тыныш қалсаң болды деп, өзінің артымда іздейтін адамың жоқ екенін білетін мен амалсыз қалуға келісіп бердім. Ол айтқанына тұрып, дипломымды қолыма ұстатты. Бірақ мені жұмысқа шақырмады. Арамыз біраз жас болғандықтан көрінгеннен қызғанатын болды. Қызымыз дүниеге келді. Артынан ұлымыз да туылды. Асыраған жеңгем мені іздемеді де. Керісінше өзімнің туған әке-шешем кеп тұратын болды. Қанша жерден туған болса да, олар жақсы көріп тұрса да, мен оларға еміреніп жақын бола алмадым. Өзімнің күйеуімнің жұмыс орнына берген жатақхананың бір бөлмесінде тұрамыз. Оның бауырлары көп болды. Ауылдан келген туыстың бәрі біздің үйге тоқтайды. Өзі сол оқу орнының оқу ісі жөніндегі меңгерушісі болып жоғарылады. Бірақ мен 2 күннің бірінде таяқ жеймін. Бауырлары батып ештеңе айта алмайды. Бір нәрсе болса жұдырықтан ала жүгіреді. Туған анам да ештеңе айта алмады. Олар маған тек туыс ретінде ғана келеді. Осылай жүргенде туған анам ауырып аяқ асты қайтыс болды. Ол кісінің орны сонда ғана білінді. Туғандығын білдірмесе де маған сүйе болған екен. Әкем, анам қайтыс болғаннан кейін жас әйелге үйленді. Ол әйелді үйлене сала заңды түрде некеге тұрып, ақыры аяғында үйді сатып, өз бөлігін әкеме тастап өзі кетіп қалды. Әкем бірнеше жыл ұлдарының қолында жүріп қайтыс болды. Енді мен таза жетім болдым. Туған бауырларым мені іздемеді. Күйеуімнің қызметі де жоғарылады. Бірнеше орта оқу орындарының директорының орынбасары қызметкерлерін атқарды. Қатал басшы, үйде де қатал әке, қатал күйеу болды. Қала шетінен жер алып үй бастадық. Қызым 9 сыныпта, ұлым 7 сыныпта. Сол үйдің қабырғасын тұрғызып, шатырын жапқан жұмысшылар болды. Қалғандарын ұлымыз екеуміз жасадық. Қызым тамақ жасайды. Осылайша қатал күйеудің арқасында бесаспап маман болып шыға келдік. 2 жылда 2 қабатты жасап бітірдік. Қарап отырған күніміз болмады. Күйеу жұмыста, бірақ ұлымыз екеуміз бір жақсы сөз естімедік. Көңіліне бір нәрсе ұнамаса мен таяқ жеймін. Бастықтың әйелі деген атым ғана. Үйдегі бар тірлік менің мойнымда. Қонаққа шақырса бастықтың әйелі болып киініп бара саламын. Үйде бітті, ойдағымыздай болып. Қызым бой жетті, ұлым да ер жетті. Олар әкелері жоқта маған неге үндемейсің?
осылай басындырып жүре бересің бе деп бастады. Тіпті бір көрші құрбым мені үйден шықпай қалсам келіп қалымды сұрап тұрып, сен көрінбесең тағы да кемпірқосақ болып жүрген шығар деп ойлаймыз деп шымшып кетті. Олай дейтіні мен аққұба болған соң таяқ жесем ұрған жері көгеріп, одан қызарып, одан сарғайып жүріп алатын. Соны меңзеді. Қызымыз тұрмысқа шығатын күні де жетті. Қызым мен күйеу балам біраз уақыт бізбен тұрды. Күйеу баладан тартыну дегенде болмады. Қит ете жұдыры қала жүгіреді. Бұрын үйден шықпайтын мен енді құдағаймен кеттім де кафеге барып тұратын болдым. Ол жақтан да келіссем есікті іліп қойып, балдарға аштырмай қоятын болды. Осының бәрі ойлаймын, өзімнің мінезім және менің іздейтін төркінім болмағандықтан шығар деп. Бүкіл туысы бізге жиналады. Құда жекзаттың бәрі бізде күтіледі. Қай кезде қонақ келсе дастархан жаюлы. Жеріміз үлкен болғандықтан бірнеше бөлмелер салынып, пәтер беріп тастағанбыз. Олармен айналысу да менің мойнымда. Тіпті бір кездері телефонмен әйелдермен сөйлесіп отырып, жаным дегендері де естідім. Сен менің сөйлескенімді тыңдадың деп таяқ жедім. Сол аралықта ұлымыз да үйленді. Енді келіннің көзінше таяқ жеу басталды. Құрбыларыммен ол жібермесе де шақырған жерге бара беретін болдым. Өйткені бәрібір жейтінім сол таяқ. Ол қазір жоғарғы оқу орнында декан. Жасы 50-ден асты, бірақ өзінің әдетін қоя алмады. Қонақ кеткенше одан жақсы адам жоқ, қонақ кеткен соң бір сылтау тауып қол жұмсайды. Бір күні басыма арам ой келді. Бәрібір сонша жылдан жылы сөзге зар болдым. Мүмкін біреуді табармын, көңілім бөлінер деп. Бір қонаққа барғанда есегін тауып, бір жігіт ағасымен танысып телефон нөмірінде беріп кеттім. Келбетті, Астовкада өзінің жеке кәсібі бар екен. Көп ұзамай хабарласып, шайға шақырды. Мен кешке шыға алмайтынымды айтып, күндіз кездестік. Кездесудің соңы қонақ үй барумен бітті. Осылай 2 рет кездесіп, 3-ші рет кездескенде менің бүгін ақшам жоқ, енді сен төлей салшы деді. Мен әрине төледім, бірақ қайтып сөйлеспедім де, бұл қылғым өзіме де ұнамады. Уақыт баяғыша өтіп жатыр. Келін 2-ші баласына аяғы ауыр кезде тағы да оңдырмай таяқ жедім. Жылап жүріп, ет қызуымен ауылға баратын таксиге отырдым да кетіп қалдым. Сонша жылда 1-ші рет ол жаққа кімге баратынымды да білмеймін. Жасым 50-ге жақындағанда қанша жыл көрмеген баяғы өзімен бірге асырап алған бауырымның үйінен бір-ақ шықтым. Енді үйге бармаймын деп шештім. Арада 2 күн өткен жоқ, келінім жылап телефон соғып тұр. Менің 2-ші балаға аяғым ауыр. Жүйріктерім ұстап еш нәрсе қарай алмаймын. Үйге қайтыңыз деп. Үлкен баласы әлі 1 жасқа да толмаған. Келімді аяп үйге қайта келдім. Мұны көрген күйеуім қайта қыдырып кетті. Үлкен қызым қазір мама біздің қолымызға келіп тұрсаңызшы деп хабарласады. Кішкентайынан әкесінің қылығын көріп өскен, олар енді мені ол үйге қалдырғысы келмеді. Мен қызымның қолына кетіп қалайын десем, елдің сөзінен, құда-құдағайдан ұялып жүрмін. Олардың бәрі менің жағдайымды біледі, бірақ ешқайсысы бетіме ештеңе айтқан емес. Жасымыз 50-ден асты. Күйеуімнің қызметі бар, күйеу бала, келін бар, 4 немересі бар. Осылай 2 оттың ортасында жүрмін. Кімнен ақыл сұрап қалай шешем, қабылдарымды да білмеймін.